Құрметті добрыншы, біз 4-ші сабақты бастайық деп отырмыз. Бұл балалардан кейін 3-ші соңғы бөлімі. 3-ші бөлім 2 сабақтан тұрады, жаңа 4-ші сабақ, жаңа 5-ші сабақ. Бұндағы бір ерекшелігі, мен сіздерге үстін жазып тұр ғой. Сол тек астыңғы шектің сандары, астыңғы шек. Үстіңгі шекте барлығы ашық болады. Сондықтан сіздерге бөлмей тек астыңғы шекті ғана жазып өттім. Яғни екі шекті ойнай бересіздер. Тек астыңғы шекті ғана басасыздар. Үстіңгі шек ашық ойнап тұра береді. Кеттік. Қағысымыз баяғы. Осы қағыс енді 14-тен бастаймыз. 16, 17. 16 көшеміз. Енді 19. Осын тағы бір не болады. Енді 17-тен бастаймыз. 14, 16. Ашық. Я, осы екі бөлікті видеоны тоқтатып қойып ойнап алыңыздар. Ары қарай кеттік. 19 мына ең соңғы перне. Сол кезде егерде асық ойнаса былай шығады. Деп шығарасыздар. Видеоны тоқтатып қойып өзіңізге көшіріп алыңыздар міндетті түрде. Сіздер шығарып дайындап алыңыздар. Ары қарай кеттік. Бұл жерде қайтадан екі шек жазылып тұр. 19 қала береді. Астында астыңғы шек 19 қала береді. 19-ші перне, үстінде 14-ті басамыз міне. 16 басамыз. Үстіңкі. Барлық үсті, е. Осын 17-ті екінші сөйлем. Насоспен бассаңыз болады, не болса ауысып насоспен бассаңыздар болады. Тағы басынан ойнап берейін сіздерге. 16, 17, 14, 16. Ашық. Астында міндетті түрде 19 табжылмай тұрады. Соны ұмытпаңыздар. Және осыны біз екі рет ойнаймыз. Екінші рет ойнайын деп отырмыз сіздерге. Кеттік. Енді ары қарай 3-ші бөлім. 5-ші сөйлем ары қарай 19 басасыз. 19 деген мына екеуі қатар басылады. 14, 16. Сол кезде бұл былай істеу керек. Екінші рет қайталаймыз. 19 деп шығады. Ары қарай қайта сізге түсінікті болу үшін арнайы тек бір шекті ғана жаздым. Яғни аяқталғаннан кейін енді қараңыз. 16, 19 тура алдындағыдай үсті ашық болады. Мен оны жазған жоқ. 19, 16, 17, 17, 16, 14, 16, 16 деп ойнайсыздар. Асықпай, плюстар тұр. Аден қараңыздар. Егер де сіздер жақсы үйренген болсаңыз, мына бірінші бөлімде мынандай жер бар. Деген жер бар, е? Дәл сол ретінде, бірақ 17-тен бастап қайталап өтесіз. Сонда? Деп шығу керек сізде де.
әрине асықпай ойнайсыңдар, иә. Ал енді соңғысы ары қарай тура екінші бөлімде осындай жері бар, бірақ біз екінші бөлімде 17-тен бастасақ, енді біз 19-дан бастаймыз. 17, 16, 14, 17, 17, 17. Деп ойнаймыз да. Біздің ескі танысымыз ағаны қайталай саламыз. Яғни 19-дан бастаймыз. 16, 14, 12, міне а кетті. 10, 9, 7, екінші столбик деп соны қайталап шығамыз толығымен. А аяқталды деген жерге дейін. Құрметті добрый үйренші, осыда барлығын аяқтап шығамыз. Барлық цифрлар өз ретімен, орынмен барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мен сіздерге осы балбырауын кейін толық бір ойнап берейін. Орташа депте. Құрметті номер ойыншы, осы мен балбырауын кейін негізгі сабақ аяқталды. Мен әдейі осыны үшінші бөлімді екі сабаққа емес, бір сабаққа қысқа түсіндірдім сіздерге. Енді бесінші сабақта мен сіздерге балбырауын күйін үйде қалай дайындалу керек, қалай жылдамдық қосуға болады, сол жайында аз кем айтып өтемін. Бірақ оған дейін толық күйді өздеріңіз шығарып үйреніп алыңыздар.